Достар, ассаламу алейкум. Бүгін 20 май 2025 жыл. Москвадамыз. Айланып деген еді, Москваға келдік. Неме дейді қой? Ат айланып бар қазығын табады дейді қой. Москваға келдік. Көбі мен өткенде айттым еле. Москваға Қырғызстанға кеттім, бұйырса дакан сале депші. Десем, депорт болып кеттің бе дейді. Құдай сақтасын. Депорт деле болған емессің. Ишменен кеткенбіз. Бишкекте өзі иш жүріп атат. Корея бойынша да видеоның аяғында айтып қоямын. Достар, 1 минут уақытыңарды алайын. Easy Drive таксопаркта машиналар өте көп екен. Арендаға ким машина іздегендер болса, келіп көріп алсаңар болады. Мына машиналарды қарағылачы. Мына ол жақта да ошончо тұрады. Эконом, комфорт плюсқа машиналар бар екен. Экономдор 1300-ден башталат екен, комфорттар 2100-ден, комфорт плюстар болса 2600 рубльдан туғандар. Машиналардың түрі бар. Солярис бар, Rio бар, Polo бар, Jack бар екен, K5, Camry. Машина көп екен біреу қарағыла. Парктың комиссиясы учурда 2% болып қалып тұр. Мұрын 4 еле, азыр 2% болып қалып тұр. Кімге қызық болса, телефон номер тұрады, адрес тұрады, зона қылып, тақтап, байланышып келсеңер болады. Қандай машина керек болса дағыча. Машина біреу көп екен. Барды еле паркташына машина көп бі? 2% жашыңар 21 жаштан жоғары болса, зона қылып, не машина бар, тақтап сұрап, келіп алып кетсеңер болады. На выбор. Не бойына машина. Көріп атасыңар. Телефон номер, адрестерін экранға жазып қойдым. Зона қылып болатын алдым десеңер, сон болады. Анан кейін акция екен 14 күн, ошыл сен адалады. 14 күн. Чалып байланышып ала бересіңер. Мына жер есіңерді 3 ай болды тұра. Февральда кеттім бі? 3 ай болды. Мына K5-ті маға даярдап қойыптыр. Қандай екен K5? Лимон сөйтті. Жігер. Сау алейкум, қандай? Қандай жігер, жақсы? Жақсы? Тыншысың ба? Қарайып елеген. Кімге жолықпайды, қарайып кетсін додады. Мен айтып одам, Қырғызстанға барып жүргілеші біре. 2 айда пойызың келеді. 1 айда пойызың келеді. Аппақ еле жақшынақай олайлам, қап-қара олып кеттіме. Мұнаны мұне қара. Шешті бапшағыз 2 свет азыр. Күн ыстық, Москва салқын екен, жаңбыр жауып атады. Мен футболка шанына келіп алып мұнан алдым да. Күн суық екен да. Мына жер танысаңар керек. Мен постоянно тартып жүрген. Өзім машинам пленка олған, ушул жерден пленка олған. Машинаны саға даярдап қойдық шығар. Маға даярдап қойдық, көргілечі. Жасалғанын көрдің, бұл парокторды, бүзгілерді. Бұл машина ұчат екен. Мұнан қарасаңар. Мұнан қарасаң. Дискаларды қарағына парок. K5 айдағандар үшін деп жасау айдағыла. Қойып тұр. Немесі бар екен. Шторкасы бар екен. Бірақ K5-ын да ичи дерскі екен. Корейский екен, а? Кореядан келгем шап. 1.6 турба ба? 2 бе? Турба жоқ. Ишін көрсісің? Ушында машина заказылсаңар, Кореядан апке бересіздер. Шытачы? Артын көргөзбөйлі ғой. Артын көрсетпейлі ғой. Артында көп нәрсе бар. Көп нәрсе бар екен. Кореядан заказылсаңар от, Кореяның группасын комментарийға қойып қойым. Не қойып ал? Ошол жақтан группадан қарап тұрсаңар болады, болса кімге қандай машина керек болса, ошол жақтан заказ берсеңер болады, өзім реклама ұрып кетейін. Группалы жерде енді. Мен реклама қылышым керек сен. Бұл өзін ұрытат қой. Мен сыймыққа чалам. Сыймықпен іштермен кеттім Москваға. Ертең барам дейін. Десем, как раз келіп бір реклама қылып кетті да. Ачық еле айтыш керек. Момент тұрып қой болсақ сразу да. Бетке айтыш керек. Реклама деген. Реклама. Өзім машинам ушул жерден реклама, пленка олған, Матуйдағы, мұнда лимонда болған. Братанда қылдып кеткен Куба такси, анықадағы Куба такси Қырғызстанға кетіп тұр. Қырғызстанға қанып кеткенің қызық болса, ошо Куба таксinin видеосынан көрсеңер болады. Алда реклама алған. Ооба, туғандар, шөге келе бересіздер, қызматтабыз, 24 саат емес, 12 саат бойы қызматтабыз жерде. Кетейіз, шу пад такси бүт апклейкалар даярдайбыз. Сізге да сөз келмей қалып тұр, көптен бері тартпай. Көптен бері тартпай, мен да тилим анча келіп айтады, сөздерім жоғы толтам. Пленка бойынша не қызмат болса, Москва бойынша келе бересіңер. Номер қойып қойдым, сыймықтың өзінің номері. Яндекс бойынша да айтып қойын да. Яндекс бойынша да кімде-кімдің аккаунты блок болған болса, азыр аккаунттар ашылады да. Оригинал аккаунттардағы, башқа аккаунттардағы. Короче, на выбор болады. Кімге аккаунт келген болса, проблема болған болса, Кисарттан болу, аккаунттан болу, келе берсен өшірдер, қызматтабыз. Мен российский номерім өшіріп қойған елем да. Көй жасығанда жооп бербесем қапол бойсаңар, себеп ал жақта ешмен болды, мен оға жетішпей қалады екен да. Келіп тұрып номер жандырдым, аккаунт сұрағандар өте көп. Левый аккаунт ба, оригинал аккаунт ба, любой проблема болса, мұна алаға қайрылсаңар, Южно-Портой 30 ба, Кашковский метрода,
пленка боюнча, тонировка боюнча, оклейка боюнча, любой түрүндө. Калсаңар өзүңөр пленканы алып келип бергиле. Кылып берет. Ана мен кече Бишкекте жүргөндө Семикка чалганмын. Бир машинаны көрүп калдым. Сразу эле чалдым дейм, кайсыкын айтпай эле коеюн, Көп тааныйт. Семик, мына машинаны кара дедим. Себеп эми баягы пленка кылдырып жүрөбүз, мына жерде постоянно ошол жердемин. Бул убакка чейинчи. Келип туруп эле мен, келсең, мен машинанынчы мындай жерлерин карайм да, теп караймын. Кандай пленка болгончу. Жанагы машина уже билесиң да, сен кандай чапталганын билем да. Бишкекте жүрүп, баягы машинаны көргөм, кимден чапталганын интернеттен көргөмүн. Звезда болуп аткан эле бирөөлөрдөн чапталган деп койсоң, да октоштурсаң. Мындай жерлер ол машина чапталганына көп болсо 1 ай болду да, 2 ай болду. Чыгып кеткен да. Анан салыштырдым да. Нормально эле чаптайт экен деп. Туугандар мурдага караганда салыштырмалуу азыр качествого өткөнбүз. Азыр өтө качество шашпай жакшы чаптайбыз. Ошондуктан келе берсеңиздер болот. Проблема жок, багантип чекелери, мисалы булар кайрыганда да чекесин оон аракка кылып кайрыйт да. Чтобы эртең күн ысыганда любой пленка тартылып кетет. Чынбы? Баягы ооба эшик менен ровно кесип койсоң, ошондо пленка тартат да, күн ысыгында ошолорду изгип кылабыз, ичине шашпай. Мен ошондо чалдым эле. Семик, мынаны карасаң дедим. Мына багы жерден пленка болгон машина экен. Ишин кара. Силер нормально кылат кесиңер дегенмин да. Мактап койчу. Мына машина мага. Айдап турайын. Айдайсың 1 ай. 1 ай. 1 ай срок. 1 ай бүтөбүз, сразу кетесиң. Токтотосуң машина каерде болсо ошол жерге. Болду. Анан неге келдиң деп кызыкта болуп калышы мүмкүн да. Мен көбү кетип атканда депорт болуп кеттиң депчи. Жок, Кудай сактасын, депорт эмес. Мындай эле кеткенбиз. Анан ачык эле айтып коеюн. Российский паспорт алганбыз. Ошодон кичине бир жерде ката болуп калган. Балдарымка. Анан ошону бүтүргөнү келдик. Ошону бүтүрүп атабыз. Бүтсө эле мүмкүн 1 жумада бүтөт, 15 күндө бүтөт, кайра кетем. Тынч эле кетип калайын дедим, эми кача расход чыгарып кетиш керек болуп атат да. Билет чыгарайлы. Документ бүтсө кайра кетем. Барып ошо Кыргызстанда кичине ишибиз баштаганбызга ошо иштеп улантабыз. Билбейм, кайра келем келбейм. Иштей берели ошол жакта. Иш болуп атат, иштей берели. Бияк келип атканда эми берем десе кылып кой, тартып кой берели, чынбы? Бул берет, ана тасап алып берсең, ооба. Берем деп атабыз. Когда берут, не дейт, бери дейби? Когда, короче, куйт, ушундай биги. Орусча жакшы билет эле, утуп калдым го. Южнопарттой 30 Кашковский метрода. Оклейка боюнча келе бересиңер, аккаунт боюнча туугандар. Келе бересиздер. Анан мага да кызмат болсо, мен пока ошол жердемин. Мүмкүн 1 жума, 10 күн, 15 күн, 1 ай билбейм. Документ бүтсө кайра кетем. Неме? Карайып кеттим, иште агарып алайын. Ооба, иште агарбасаң болбой калды. Да, экөөбүз да карасаңар. Райынса барбы? Капитаны карасаңар. Карайып кетипмин. Келсем Кыргызстан чыстанасың го дейт. Бирок райынса болот, билесиңерби? Кыргызстандан келген адам баары Кыргызстан башка чытанат. Россиядан, Москвадан мисалы Кыргызстанга бирөө барган болсо, неме эле чытанат го мындай. Айнап-айнап бир нерсе эле чытанат, а? Мен кой чытамайм, кой карабайм го. Тамаша. Ошол туугандар кызмат болсо, мен Москвадамын. Мүмкүн 15 күн, же 1 жума, же 1 ай документ бүтүшүндө. Ошол жердебиз. Семик машина берсе, айдап турабыз ары бери иштери бүтүргөнчө. Кызмат болсо келе бересиңер. Болоттон келдим деп чалсаңар, жазасыңар. Семик связда. Скидкасын кийгизет десең, ооба. Келе бересиңер туугандар, салам алейкум. Мен тынч, аман, депорт болгон эмесмин, кыжаат болуп кала. Сапсың кыжаат болуп кала. Иштер менен эле келдим, анан бирокчу мындай да. Кандай десем? Бак сүйүнөт го. Мисалы депорт болдум деймби? Депорт болдумбу деп сүйүнүп, бак жүзүнө чыгып билинип калгандар бар да, ичи күйгөндөрчү. Бар андайлардан. Беттен билинип калат да. Мына далил деген депорт болбодум деген. Мына далили болду деген. Далил депорт болгон жокпу де. Ча кебире, мындай ичи күйгөндөр, көрө албаган адамдар да болот экен негизи. Менен деле көбү сурап атты, бу бокен не болду, депорт болду, не болду деп анан жок. Одан дагы эмес баа, бир нерсе кылам десең бай, ичи күйдүүлүк да болуп калат экен да. Ондай жиштир кыл, чыркап эле мындай эле ишти кенен кылып эле. Кенен кылып жашай берели, бири-бирибизге зыяныбыз тийбесе, мен зыяным тийбесе болду. Мунун зыяны тийбесе болду. Зыяным тийбесе, зыян тийгизбей эле болочу. Муну жазып берет экенсиңер. Салам алейкум. Салам алейкум.